3 тоқсан нөмірі 1 Экспо 2017 Қазақстанның белесі бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, төменде берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Оқыған мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші, мәтінге ат қойыңыз. Екінші, берілген сөйлемдердегі бос орынға қажетті сөздер мен терминдерді қойыңыз. Берілген сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Бірінші сөйлем: Экспо өткізіліп жатқан уақытта туристік қызметке деген сұраныс 1,8 есе өсті. Екінші сөйлемде көрме барлық елдің зияткерлік және технологиялық потенциалын көрсетуге жол ашты. Үшінші сөйлем: халықаралық көрме өткізу арқылы еліміз жасыл технологиялардың дамыту идеясын дәлелдеді. Соңғы сөйлем: көрме кешені инновациялық мақсатта одан әрі қызмет ететін болады. Екінші тапсырма: жұбыңызбен Экспо 2017 көрмесі бізге не берді деген сұрақ бойынша диалог құрастырасыңдар. Ойыңызды дәлелдеу үшін 1-2 аргументтер келтіріп жазамыз. Бірінші тапсырма бойынша бағалау критерия: сөздер мен терминдердің мағынасын түсінеді. Дескрипторы: мәтінге ат қояды, бос орындарға қажетті сөздер мен терминдерді қояды. 4 балл. Екінші тапсырма бойынша бағалау критерия: қажетті аргументтерді қолданып тақырыпқа сай диалог-полилогқа қатысады. Дескрипторы: тақырыпты ашады. 1 балл. Стильдік талаптарды сақтайды. 1 балл. Сұраққа қатысты пікір білдіреді. 1 балл. Өз пікіріне аргументтер келтіреді. 1 балл. Тақырып бойынша сенімді еркін сөйлейді. 1 балл. Барлығы 10 балл. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.